Баршаңа сәлем. Ойынды ойнап отыра сіз тегін түрде 40-50 мың теңге таба аласыздар. Вардай деп аталатын Play to Earn ойынына қош келдіңіз. Сізге қазір бұл жақта қалай ойнау керектігін және де бұл жақта қалай табыс табу керектігін осы сайтмен таныстыратын боламын. Назар салып көріңіз. Ең бірінші достар, бұл жақта регистрация өту керек. Сіздер кірген кезде өзіңіздің email почтаңызды жазасыз, ник ойлап табасыз, парольді қайталайсыз, галочка қойасыз, регистрация деген батырманы басасыздар. Регистрация сәтті өткеннен кейін сіз бірден бұл жақтан ақша таба аласыздар. Ең бірінші по порядку сіздерге каждый вкладканы сізге таныстырып кетейін. Main бұл главная страница, яғни сіз play деп ойынды ойнай аласыздар, бірақ та ойынды қазір кейінірек түсіндіретін болам. Бұл жақта 6 персонаж сізді кездестіреді. Бұл жақта по дефолту сіз на персонажбен ойнайтын боласыздар. Өздерінің ағылшынша обзор видео роликтары бар, ютубта көрсеңіздер болады. Дорожный карта, яғни бірінші квартал мен төртінші квартал аралықта қандай өздерінің мақсаттары бар екен бұл жақта айтылып кеткен. Бірінші кварталда біз өткізіп алдық, бұл жақта бета версиясы шыққан болатын. Орысша ауыстырайын, екінші кварталда бізде новый уровеньдер бар дейді болады деп айтылған, және интеграция с новыми партнерами, новый партнер қосылады деп айтылған. Қазір сәтті осы жасалып жатыр. И үшінші кварталда бізде ең қызығы болады Apple-да және де Google Android-та осының ойын қосылатын болады, және де Steam-ға қосылады. А төртінші кварталда өздерінің криптовалюталар шығатын болады, және де Webs деген биржада шығады. Лучший игрок деген турнирі плюс болатын болады. Төмен жаққа түсеңіздер, килдарға магазин бар. Төмен жақта бізде лидерборд, яғни кімнің рейтингі үлкен, қанша wins победа жасаған, қанша kills жинаған деген сияқты бұл жақта көрсетіліп тұр. Яғни топ десятка кім адам бар екен. Плюс страница өте. Яғни бұл жақта игроктар өте көп көрсеңіздер болады. Өздерінің телеграмдары бар, Discord, Twitter және YouTube арналары бар. Ол 10 жақта тоже байқасаңыздар, ол жақта тоже көрсетілген. Екінші бізде event, яғни events деп аталған. Бұл жерде қандай жаңалықтар болып жатқан бізге көрсетілді. Достар, плюс сіздер бұл жақта табыс таба аласыздар, яғни стрим жасап отырсаңыздар, мысалы 3 видео салып отырсаңыздар, күнделікті 30 минуттан тұратын сіздің подписчигіңізді қарайды. Мысалы, қанша аудитория бар. Мысалы, сізде 5000 подписчик болса, сізге күніне 1000 вебс монетасын таба аласыздар. Бұл монета қанша екен? 1000 екен, қазір сол тағы кейінірек айтатын боламыз сіздерге. Одан кейін buy sell деген бар, яғни бұл жақта сіз осы ішіндегі монетаны ала аласыз, сата аласыз. Криптовалюта өздерінің әлі шыққан жоқ, бірақ та осының ішіндегі игровой монетаны алып сата аласыздар. Бастапқы жолда сізге таңдау керек, қандай адрес кошелекқа жіберетін боласыз. Мысалы, 320 таңдайсыздар. Одан кейін ол жаққа адресті қоясыздар өздеріңіздің. Вебсқа қанша сумма құятыңызды жазасыз. И buy деген батырманы басасыз. Және де продать деген бар, яғни сіз бұл жақта жинаған монетаңыз тегін түрде. Одан кейін тоже өзіңіздің кошелегіңізді таңдайсыз. Мысалы, USDT, өзіңіз USDT-іңізді 320 адрес кошелегіңізге енгізесіз. Қанша сумма шығаратыңызды көрсетесіз. Мысалы, максимальный бассаңыз болады. И Google аутентификация тоже бұл настройкада жасалынады, тоже қоясыз. Және на төмендегі батырманы басасыздар. Төртінші вкладка бізде шоп деп аталады. Міне скиллдар бар, өзіңіз сатып алсаңыздар болады, бірақ бұл монета өзінің ішінде игровой монетаға сатып алатын боласыздар. И флакс деген бар, яғни партнерство. Яғни достар, бұл жақта именно біз не үшін ақша төлейміз деген сұрақтардың жауаптары бар. Ол жақта өзіңіз орысша аударып оқып көрсеңіздер болады. Жақын арада airdrop өткен екен. Енді тағы да неше түрлі airdrop және де приздар болады деп үміттеміз. Сондықтан бұл жақта обратный связь даже жазып кетсеңіздер де болады. Oxygen деген вкладка бар. Бұл жақта 3 завод бар. Яғни сіз 3 заводты сатып ала отырып, сіздер кислород жиналасыздар. Кислород сіздерге табыс алып келетін болады. Ол кислород қаяқтан көре аласыздар, оны Oxygen деген тұр. Ол жақта сіздер мысалы кислород жинаған сәтте sell деп басып ақшаңызды аударып алатын боласыздар. Енді мынау профиль деген главный вкладка, тоже мен осымен сіздерге таныстырып кетейін. Өзіңіздің профиліңізді редактор ретінде фотоңызды ауыстыра аласыз, пароліңізді ауыстыра аласыз, және де мына Google аутентификатор бағанағы айтып кеткен. Яғни сіздер yes деген батырманы басасыздар, аутентификация арқылы QR кодты сканировать ете аласыздар да, және добавить етіп қойасыздар. Бұл ақша шығарған кезде керек болады, бағана өздеріңіз көргендей.
Одан кейін реферальный программа, яғни сіз шақырған адам ол 100 вебс монетасын алатын боласыз, ал сіз 20 вебс монетасын аласыз. Ал екінші левелдан 10 вебс монетасын аласыз. Мына өзіңіз жеке сілтемені сұр, осы арқылы адамдарды шақыратын боласыз. Мына жақта сообщение, енді қандай сізде новости, қандай сообщение келіп жатқан, соны осы жақтан көріп оқи аласыздар. Валет, сізде қанша валет бар екенін основной сумма ретінде сізге көрсетіп тұрады. Сіз мынау адресіңіз, өзіңіз осы ішіндегі криптовалюта жайлы. Және де buy и sell, яғни купить и продать деген мағына. Бұл 35 вебс монетасы USDT-ға шаққан кезде 0.75 USDT. Және де сіздер күнделікті бұл жақта кіре отырып, монета алып отыра аласыздар. Бірақ бұл монетаны алу үшін сізге 5 ойын ойнау керек. Мен бүгін әлі ойнаған жоқпын, 5 ойын ойнайсыз, одан кейін сізге берілетін болады. И күніне 20, 20, 20, 20, 30, 50 монета ала аласыздар. Және мына дата көрсетілген, сіз қанша ойын ойнағансыз, қанша прибыль түскен, ол жақта сізге көрсетіліп отырады. Инвентар, яғни мына сізде қандай инвентар бар екен көрсетіліп тұрады. Давайте енді достар, ең қызығына өтейік. Бұл жақта қалай ойынды ойнаймыз. Play деген батырманы басамыз. Мына жаққа достар, парольді өздеріңіз ручной тересіздер, скопировать, ставить деген болмайды. Именно өзіңіз ручной жазасыз, окей деп қайтан кіретін боласыз. Мына уже ойынның интерфейсі, яғни меню, яғни бұл жақта home, service, more деген бар. Инақта сіз қанша вебс монетасын жинағаныз көрсетіліп тұрады. Настройка бар. Настройкада біз по дефолту бұл жақта контрольға кіріңіздер. И мына жақта по дефолту сізде 4-3. Бұны түсіріп тастаңыздар. 1-3-ке. Ина кішкені тоже түсірсеңіздер болады. Енді өздеріңіз ойнап бір тексеріп алыңыздар. Егер жақпаған жағдайда қайтан по дефолту қойып қойсаңыздар болады. Сол жақта бассаңыздар, сіздер по дефолту осындай скиллді қолданатын боласыздар, немесе екінші бізде скилл бар. Осы екеуін біреусін таңдайсыздар, осы тұра берсе де болады. Плюс мына граната и пистолет қолдансаңыздар болады. Жарайды, play деген басамыз. Мына колонкада сіздердің кез келген адаммен ойналасыздар. Ал приват, яғни өздеріңіз адамдарды шақыра отырып ойнасаңыздар болады. Мен қазір play деген басам, яғни мына жақта қанша сумма қойылатын, қанша монета қойылатын жақта көрсетіліп тұр. Сіз бұл жақта 30-ға жету үшін, бірінші 30-ға жету керек үшін 5 адамды өлтіру керексіздер. Одан кейін бұл жақта пин қанша екенін көрсетіліп тұрады. Мысалы достар, публиктамыз 10 монетаға біз мынандай қатыса аламыз. 2 адам бұл жақта ойнап жатыр екен, біз 3-ші болып қосыламыз. Рейди деген батырман басамыз, бір адам шығып кетті, Мазай деген адаммен қазір біз бірге бір атысатын боламыз. Кім бірінші болып 5 адам өлтіретін болады, сол 30-ға жетеді, и бұл жақта бана монетаны алатын болады. Яғни ол 10 монета қояды, мен 10 монета қоям, и ұтылған жағдайда ұтқан адам сол 10 монетаны алатын болады. Бұл шутер, бұрынғы шутерларға ұқсайды. Бір адам жүр. Мен достар, бірінші рет адамды өлтірдік. Бұл да бізге бір нәтиже десек те болады. Осылай достар, атып өлтіресіздер. Shift бассаңыздар тегіс жүгіреді. Мышканың оң жағын бассаңыздар былай дәлдейді. И былай ататын боласыздар. Бар қиындығы ешқандай жоқ. Как обычно Counter-Strike сияқты ойын. Бұл жақта мысалы R-ді бассаңыздар перезарядка жасайтын болады. И тапты бассаңыздар қанша адам ойнап атқанын көрсетеді. Мына даже бомба да бар. Міне жүр. Міне достар, осылай ойын. Қазір сәтімді лобби деген бассамын. Өкінішке орай достар, біз ұтылып қалдық. Егер ұтқан жағдайда біз вебс монетасын табатын болар едік. Обычно осылай достар, бұл жақта ойын ойнайсыздар, және де ақша табатын боласыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.